أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жамағат Құдай Тағала мешітке басып келген қадамдарыңызды әзір сауаптан жазып мына бүгінгі барша мұсылманның ұлық мерекесі қасиетті құрбан айт баршамызға құтты мүбәрак болсын. Осы құрбан айтта жасаған құлшылық ғибадаттарымызды, шалған құрбандықтарымызды, беріп жатқан хайырлы садақаларымызды Құдай Тағала баршасын қабыл етіп, сауаптан жазсын. Қасиетті құрбан айт Алла Тағалаға жақындататын мұсылман жұртшылығының берекесі мен бірлігін паш ететін ұлық мейрам. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Фажр сүресі 3-ші аятта «Уәш-шафғи уәл-уәтр» дейді. Жұпқа және таққа серт деп айтқан. Ибн Аббас разиаллаху тағала анху осы аятты тәпсірлегенде шафғ сөзіне құрбан күні, уәтір сөзіне арафа күні деп түсінік берген. Осы ұлы күн қажылық күні деп аталады. Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде «Инна аъзамал айями индаллахи табарака ва та'ала яумун нахри сумма яумул қарри». Алла Тағала алдындағы ең қайырлы күндер ол құрбан айт күні мен Зүлхиджа айының 11-ші күні дейді. Құрбан шалу пайғамбарлардың атасы Ибраһим пайғамбардан қалған сүннет. Бұл дәстүр біздің үмметке де мұра болып қалған. Зайд ибн Арқамнан Алла Тағала разы болсын ол кісіге жеткен хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар уа Алланың елшісі құрбандық деген не деп сұрады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан сахабалар сұрайды: "Я Алланың елшісі құрбандық дегеніміз не?" дейді. Сонда Алланың елшісі аталарың Ибраһим пайғамбардың алейхиссаламның сүннеті деп жауап берген. Содан соң одан бізге қандай сауап бар деп сұрақ қойылады. Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол шалған құрбандығының әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар деп айтты. Ойлаңыздар, қойдың қаншама қылшығы бар. Әрбір қылшығы үшін сауап аласыңдар. Шариғатымызда құрбандық деп арнайы шарттарымен санаса отырып, құлшылық ниетімен мал бауыздауды айтамыз. Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп. Алла Тағала қасиетті Құранның Каусар сүресінің 2-ші аятында ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға былай деп бұйырады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фасолли ли роббика ванхар. Намаз оқы және құрбан шал деп әмір етті. Құрбан шалудың міндет екендігін білдірген. Қасиетті құрбан айтта Алла Тағаланың бұйрығын дұрыс орындап, құрбандығымыз қабыл болу үшін құрбандыққа қатысты мынандай мәселелерді білуіміз керек. Енді бәріміз құрбан шаламыз, құрбандық деп айтып жатамыз ғой. Енді бұның қандай мәселелері бар екен? Нені білуіміз керек екен? Құрбандық уәжіп болу үшін осы 3 шарт қажет дейді. Біріншісі, мұсылман болу керек. Екіншісі, құрбан айт уақытында жолаушы болмау керек. Үшіншісі, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаражатқа ие болу. Яғни өзінің жағдайы қиын болып тұрса, нисап мөлшеріне малы дүниесі жетпесе, оған уәжіп емес. Бірақ ниеттеніп шалса болады. Ол нәпіл құрбандық болып саналады. Оның сауабын Құдай Тағала өзі береді. Енді мына нисап мөлшеріне жетіп тұрған, зекет сияқты ғой, зекетті де нисап мөлшеріне жеткен адам береді. Сол сияқты құрбандықты да нисап мөлшері жетіп тұрып, егер шалмаса, онда жағдайы қиын болады. Нисап мөлшеріне жетіп тұрып, жағдайы жеткен болса, онда құрбандық шалу ол адам үшін уәжіп болады. Яғни мойында міндет болады. Нисап мөлшері 85 грамм алтын яки құнына тең келетін ақша. 85 грамм алтыны болса, болмаса соған тең келетін ақшасы болса.
Зекет ғибадат сияқты құрбанның уәжіп болу үшін нишап мөлшеріне жеткен малға 1 жыл толуы шарт емес. Құрбан салған уақытта міндетті түрде ниет ету керек. Өйткені құрбандық мал құлшылық мақсатында сойылады. Ал нисап жаңа айттық қой. Ол жерге Құдай Тағаланың алдында біздің сойған малымыз, үлкен қошқар сойдық па, кішкентай тоқты сойдық па, ол есептелмейді. Бұл жерде адам баласының ниеті. Мейлі ол жаңағы дәу қошқар соя алмаса да, жаңағы құрбандыққа жарайтын тоқты сойса да, шын ниетімен ниеттенсе, сол қабыл болады Құдай Тағала. Мына Абыл мен Қабыл Адам ата алейхиссаламның ұрпақтарын білесіздер. Құдай Тағала екеуі жаңағы егіздерін бір-біріне қоспақшы болған уақытта таласады. Мен жаңағы Қабыл айтады, мен өзімнің сыңарымды алам дейді. Өйткені ол көркем болады. Сонда Құдай Тағаладан әмір келеді. Олар дейді, Құдайдың жолына құрбандық шалсын. Кімнің құрбандығы қабыл болады, сол өзінің сыңарын еледі. Сөйтіп жаңағы Қабыл егіне кетіп, Абыл жаңағындай қой бағады. Сөйтіп Абыл қойының ішіндегі ең жаңағы семізін, ең үлкенін апарып көк қошқарды таудың басына қояды. Ал Қабыл сондай ниеті болады. Қараңыздар, ниетке байланысты деп айтып жатырмыз. Қабыл қалай болса да, менің жаңа құрбандығым қабыл болса да, болмаса да мен бәрібір өзімнің сыңарымды аламын деп қасарысып, егіннің ішіндегі жаңағы дәні түсіп қалған, сабағы салбырап қалған, әйтеуір жинап апарып қояды. Сөйтіп жаңа бұлт үйіріліп келіп, Абылдың көк қошқарын көкке көтеріп кетеді. Мінекей. Сол көк қошқар кейін Ибраһим алейхиссаламның заманында түседі. Міне Ибраһим алейхиссаламның сүннеті деп айтып жатқан осы. Ибраһим алейхиссалам түс көреді. Осы Зүлхиджа айының 8-ші күні түс көреді. Ұлын құрбандыққа шалып жатқанын көреді. Оянғаннан кейін бұл не түс болды екен деп, ешқандай ойына еш нәрсе алмайды. Сөйтеді де Зүлхиджа айының 9-ші күні тағы да осы түсті қайталап көреді. Бұл тегін емес, Құдайдан келіп жатқан аян екен дейді де, Құдайдың жолына ұлын Исмаил алейхиссаламды салады. Исмаил алейхиссалам айтады, Құдайдан осындай бұйрық келіп тұр. Сені Құдайдың жолына құрбандық етемін. Сонда қараңыздар, Исмаил алейхиссалам әкесіне қарсы шыққан жоқ. Әке, мен неге шаласың? Мен сенің ұлың емеспін бе? Дегендей қарсы келген жоқ. Ал біздің ұлымыз қазір қолынан сотқа албасақ, қандай жағдайда болады? Тіпті бізді танымастай, бізге сөз қайтарып, сондай жағдайға түседі. Енді қараңыздар, егер дейді, әке, Құдайдың бұйрығы, Құдайдың әмірі сондай болатын болса, мен көнем дейді. Сөйтіп жаңағы тауға алып барады, қолынан дейді, жақсы киімдерін кигізіп, алып барып жаңағы, әке дейді, мені желкемнен бауыздаңызшы дейді. Себебі дейді, менің көзіме сенің көзің түсіп, мейірімің оянып, Құдайдың бұйрығын орындай алмай қаласың. Сөйтіп қол аяғын байлап, жаңа желкесінен бауыздайын деп кессе, пышақ өтпейді. Тағы кеседі, өтпейді. Тағы кеседі, өтпейді. Сөйтіп жаңағы қолын бір сілтеп қалған уақытта тасты екіге бөлдіреді жаңа пышақ. Өткірлігі сонша. Я Алла, біз не істедік? Сенің бұйрығыңды орындай алмай тұрмын деген уақытта жаңағы қолындағы пышақ сөйлейді. Ибраһим дейді, сен бір рет кес деп маған айтасың, Алла Тағала маған 70 рет кеспе деп бұйрық беріп жатыр. Сол уақытта, я Алла, енді мен не істейін деп тұрған уақытта, Құдай Тағала жаңағы Абылдың көк қошқарын көктен түсіреді. Мінекей құрбандыққа шалатын көк қошқарын осы дейді. Бұл жерде көрдіңіздер ме, сынақ Құдайдан келген сынақ. Сол сынақтан өте ала ма, өте алмай ма? Мәселе сода. Пайғамбарларға келген осындай сынақ. Ал біздің пайғамбарымызға қандай сынақтар келді? Ол баршаңыз білесіздер. Енді ондай сынақ біздерге келген жоқ. Бірақ ертең Құдайдың алдына барған кезде бүкіл пайғамбарлардан, пайғамбарлардың үмметтерінен біздің соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва салламның үмметтері
дәрежесі жоғары болып тұр. Жәннатқа сол соңғы пайғамбардың үмметтерінен басқа, яғни біздер үмметпіз деп үміттенеміз ғой, сол осы үмметтен басқа бірінші болып жәннатқа ешкім кірмейді. Мінекей, сондай Құдай Тағала біз сондай пайғамбарға үммет қылып қойған. Енді осының қадірін біздер біліп жүрміз ба, білмей жүрміз ба, мәселе сода. Сол себепті Құдай Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қу анфусакум ва ахлимун нар дейді. Өздеріңді және отбасыңды, бала шағаларыңды сондай тозақтың отынан құтқарыңдар. Ол тозақтың оты сондай жалындаған от, оған адам баласымен тас жанады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабаларымен келе жатса, бір сахабасы: "Я Алланың Расулісі, мен қатты шөлдедім, маған су беріңізші." Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Барып ана таудан сұра" дейді. "Мен сәлем айтты десең, су береді." Сөйтіп, жаңа сахабасы тауға барса, жаңағы тастың түбіне жаңа барса, су жоқ. Сол кезде тас сөйлейді: "Пайғамбар маған сәлем айтты ма?" дейді. "Иә." "Мен Алла Тағаланың осы аяты түскелі бері" дейді, "жылай-жылай денемде су қалмады" дейді. Жаңа тас пен адам баласы жанады деді ғой. Сол тас мен болып тозаққа күйіп кетпейін деп жылап-жылап денемде су қалмады. Міне көрдіңіздер ме? Құдайдың жаңа жаратқан темірі сөйлейді, тасы сөйлейді. Бәрі Құдайға куә болады. Енді қараңыздар, біздер қандай жағдайда жүрміз? Қу анфусакум ва ахликум нар вақудуха ан-нас вал хижара. Сол тозақтың отынан бала шағаларыңды, отбасыңды, өздеріңді құтқарыңдар. Мінекей, сондай Құдай Тағала біздерге мүмкіндік беріп қойған. Мына құрбандық дегеннің мағынасы Құдайға жақындау деген сөз. Біз қанша күнәқар болсақ та, қанша қылмыс күнә жасаған болсақ та, Құдай Тағала біздерге осындай мүмкіндікті беріп қойған. Рамазан айын беріп қойған, айлардың сұлтаны. Міне күндердің сұлтаны, міне құрбан айтты беріп қойған. Жақындау кімге? Құдай Тағалаға жақындау. Ей құлдарым, міне мүмкіндігің бар, маған жақындайтын, міне бір осы мүмкіндікті пайдаланшы. Енді бұның қадірін білмесек, ертең сондай Құдайдан алдына барған кезде сондай құлдар болады. "Я Алла, бізді дүниеге қайтаршы. Біздер қателестік, қылмыс күнә жасадық. Білмей қалдық. Бізді дүниеге қайтаршы" деп жылайды. Жоқ дейді, оларды қайтадан қайтару жоқ. Егер де олар дүниеге қайтарсам, олар түнде тұрып, "Мен бүгін жаман түс көрдім" деп бұрынғы істерін қайтып жалғастырып кете береді. Көрдіңіздер ме? Сол себепті Құдай Тағала осындай мүмкіндікті беріп қойған біздерге. Енді осындай мүмкіндікті біз қалай пайдаланбаймыз? Шәкәрім атамыз айтады ғой: "Келдім қайдан, нетсем пайдам, өлгеннен соң не болам" деп адам баласы ойланды. Біз ойламаған жерден осындай дүниеге бізді Құдай Тағала алып келді. Енді біз не істесек пайда болады? Атақ мансап құрсақ пайда ма? Дүние мүлік жинасақ пайда ма? Атақ мансап барлығы бөспелік қой. Бұл дүние жай ғана естелік қой. Дүниеңді 5 уақыт санағанша, иманыңды 1 уақыт тексеріп қой дейді. Адам қайтыс болғанда ең бірінші айтатын сөз қандай сөз? Иманды болсын дейді. Енді қараңыздар, адамға бірінші не керек? Иман керек. Дүниеңді 5 уақыт санағанша 1 уақыт иманыңды тексеріп қой дейді. Түйеге алтын артып жүрсең дағы, кебінде қалта жоғын ескеріп қой. Мінекей. Тағдырдан адам қашып құтыла ма? 5 уақыт намаз оқыған адам ұтыла ма? Деміңізді ішіңізге алған кезде білмейсіз, екіншісі жұтыла ма? Екінші деміз жұтыла ма, жұтылмай ма, бір Құдай біледі. Осының бәрін беріп тұрған Құдай Тағалаға шүкіршілік етуіміз керек. Міне дүниеге біздер сол Құдай Тағалаға шүкіршілік ету. Өлеттімнің маут дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сендер келдіңдер дүниеге өлу үшін дейді. Бәріміз өлеміз, кетеміз бұл дүние. Бұл дүние бір қисық жол бұраңдаған,
бақ тайса басқа дәулет тұра алмаған. Күніне неше түрлі бәле келсе, сонда да күдер үзбе бір Алладан. Тек қана Алла, адамға сенген екі көз шығады дейді, Аллаға сенгеннің екі бүйірі шығады. Мінекей, сол себепті біз дүниеде Алламен болуымыз керек. Ертең өлген кезде де біздің қасымызға ешкім барып бірге жатпайды. Бұл өмір өтеді, көш баяу ғана, әр секунд әркім үшін аялдама. Қызығы сен түсетін соңғы бекет, білмейсің алыстама, таяудама. Өмірге келеді адам қайту үшін, Аллаға сансыз шүкір айту үшін, жаныңды тапсырғанда қара жерге, жаныңда бірге жатар қай туысың дейді. Еш қайсымыздың туысымыз бірге жата алмайды. Тірі адам тіршілігін жасайды дейді. Мен ойлаймын, осы тіршілігін жасайды деген ойыма келеді. Тіршілік жасайды деген, мына дүниенің тіршілігін жасау деген емес. Тірі адам тіршілігін жасайды деген, құлшылығын жасайды деген ойлайды. Өйткені неге? Хасан Басри рахматулла алей бауырын жерлеп тұрып, қасындағы жолдасына айтты дейді. Қабірдің басында тұрған кезде. Мына адам, егер осы бауырым дүниеге қайтадан келетін болса, қандай арман тілегі болады деп ойлайсың деп сұрайды. Сол кезде жаңа қасындағы жолдас айтты. Егер ол дүниеге қайтып келетін болса, тәубе қылып, Құдай Тағала кешірім сұрап құлшылық жасайтын еді ғой деп айтты. Сонда Хасан Басри рахматулла айтады, ода ондай қайтып келетін мүмкіндік жоқ. Бізде мүмкіндік бар ғой деп айтты. Көрдіңіздер ме? Бізде Құдай Тағала осындай мүмкіндік беріп қойған. Енді осы мүмкіндікті барынша пайдалануымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, расында менің намазым, құрбандығым, тіршілігім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Алла үшін. Оның ешқандай серігі жоқ. Осылай бұйырылдым және мен мұсылмандардың алғашқысымын деп айтты. Жаратушы Жаббар иемізге шалынған құрбандықтың етінің де, қанының да ешқандай қажеті жоқ. Бірақ бұл шариғи амал орындау арқылы пенденің жаратушына деген махаббаты, оның бұйрықтарына бағынуы көрініс табады. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде Бисмиллахир-рахманир-рахим ла яналуллаху лухумуха ва ла димауха валаки яналуху тақуа минкум. Аллаға құрбанның еттері, қандары әсте жетпейді, бірақ сендердің тақуалықтарың жетеді. Міне осылайша шынайы ықылас, кемел тақуалықпен шалынған құрбандық пенденің жаратушының разылығына, мол сауапқа кенелтеді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адам баласы құрбан айт күні құрбан шалып қан ағызудан да абзал басқа іспен Алла Тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла Тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Яғни қаны, бірінші қан ағызған кезде қалай тез ағады? Сол қан жерге жетпей жатып, Алла Тағаланың алдында жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар. Бірдеп ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям отбасы осындай құрбан шалып қой сойып етін садақа ретінде мұқтаждарға таратады. Сол кезде Алла елшісі Айша анамыздан сұрайды, қойдың қанша бөлігі қалды деп сұрайды. Сонда Айша анамыз разиаллаху анха қойдың бір қолынан басқа ештеңесі қалмады деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жауап береді, қойдың бір қолынан басқасын бәрі бізге қалды деп айтсаңшы. Яғни біреуге берген, мұқтаждарға берген садақаңыз өзіңізге жақсылық болып келеді. Осылайша берілген садақаның зая кетпей, керісінше өздеріне сауап болып жатылатындығын өсиет қылған. Құрбан шалудың уақыты, құрбан айттың бірінші күні, яғни міне. Қазір айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандай да бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай қалған, айт намазын оқымаған кісі
намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін, егер осы намазға келе алмай қалды ғой, мысалы кейбір себептермен, енді айт намазы 6-да деп естісе, сол айт намазы оқылып болатындай уақыт өткеннен кейін барып құрбандығын шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандық болып есептелмейді. Яғни айт намазы кірмей тұрып, ертерек шал берсе, ол құрбандыққа саналмайды. Құрбандыққа жарамды малдар баршаларыңыз білесіздер. Бір көзі соқыр болса, жаңағы жарамайтын малдар. Бір көзі соқыр болса, сойылатын жерге жете алмайтындай дәрежеге болса, көтерем болса, құлағы мен құйрығы тұмаудан жоқ, немесе туылмадан жоқ, немесе басым бөлігі кесілген болса, құлағының туылғаннан жоқ болса, болмаса ен салып кесіп тастайды ғой кейбір, сондай көп бөлігі кесілген болса, тістерінің көбі түсіп қалған болса, бір мүйізі немесе екеуі де түбінен сынған болса, ол мал құрбандыққа жарамайды. Енді құрбандыққа жарайтындар қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Яғни жылқыны құрбандыққа шалуға болмайды. Баршаларыңыз білесіздер, сиырды 7 адам салса болады, түйені де сол сияқты 7 адам, 5 адам салса болады. Қой мен ешкінің еркегін сиырдың ұрғашын шалу абзал. Елік, арқар сияқты аңдар мен тауық, қораз, қаз, үйрек сияқты құстар құрбан етіне сойылмайды. Құрбан шалу уәжіп болған кісінің құрбандық малына аталмыш кемшіліктердің біреуін сатып алғаннан кейін пайда болса, немесе алған малы өліп қалса, қайтадан құрбандыққа жарайтын мал сатып алып шалуы керек дейді. Құрбандықтың шалынуының көрінісі. Құрбандық шалғанда ең бірінші құрбан шалынатын жердің таза болуына көңіл бөлу керек. Малды соятын жерге ұрмай, соқпай апарып, оны құбыла қаратып, сол жағымен жатқызылады. Құрбандық шалатын адам малды қинамай, жұмсақ бауыздауға мән беру керек. Ол үшін өткір пышақ қолдану керек. Малдың көзінше пышақты қайрау мәкрух. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде, расында Алла барлық істі ең көркем түрде ихсанмен істеуге бұйырған. Егер де өлтіретін болсаңдар, онда оны көркем түрде істеңдер. Құрбандық шалатын болсаңдар, оны көркем түрде орындаңдар. Пышақты қайрап, малды азаптан құтқарыңдар. Міне мұның өзі асыл дініміздің адам тұрмақ, малдың өзіне жәбір көрсетпеу керек екенін біздерге ұқтырып отыр. Құрбандық шалушы малды құбыла қарата жатқызып, дұға ретінде мына аятты оқыған абзал. Инна солати ва нусуки ва махия ва мамати лиллахи раббил аламин ла шарика лах. Менің намазым, құрбандығым, өмірім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Алла үшін. Арабшасын білмесеңіздер, осылай қазақша айтып, құрбандық шалсаңыздар болады. Менің намазым, құрбандығым, өмірім және өлімім бүкіл әлемнің Раббысы Аллаға тән. Оның ешқандай серігі жоқ деп. Одан кейін тәкбір айтылады. Құрбан шалынып жатқан кезде, бауыздалып жатқан кезде тәкбір айтылады. Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд. Бір рет айтса болады, 3 рет айтса болады. Болмаса жаңа қойды бауыздап болғанша, жаны шыққанша айта берсеңіздер болады. Құрбандық бауыздайтын адамда бисмилля Аллаху акбар деу керек. Әдейі ұмытпастан бисмилля деп айтпаса, құрбанның еті жеуге болмайды. Егер ол нәрсені ұмытпай, қасарысып болмаса, біліп тұрса да айтпай сойып жүрсе, ол құрбандық еті болып саналмайды. Осыған мән беріңіздер. Бисми Аллаху акбар деп малды бауыздау керек. Өйткені Алланың аты айтылып бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Жәбір Алла Тағала разы болсын, ол кісіге Алла елшісі құрбандық шалғанда бисмиллахи валлаху акбар хада инни ва аман лам юдахи мин уммати. Бисмилла, Алла ұлық, бұл менің атымнан және үмметімнен құрбан шалуға шамасы жетпегендердің атынан дейді. Міне шамасы жетпей құрбан шаламайтын кісілерге үлкен қуаныш. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям міне өзінің дұғасында айтқан. Менің үмметімнің атынан және құрбан шалуға шамасы жетпеген үмметімнің атынан құрбан шалдым. Шамасы жетпеген үмметінің атынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям құрбан шалып кеткен. Сол себепті шамасы келмеген кісілер болса,
Құдай Таала осындай біздерге қуанышты бүгін естіртіп отыр. Енді уақытымыз да таяп қалды. Қазір Құдай қаласа айт намазын оқимыз. Ниет еттім Алла Тағала разылық үшін құрбан айт намазын өтемекке, жүзімді құблаға қараттым, ұйыдым осы болған имамға деп ниет етесіздер. Бірінші Аллаху Акбар деп ниет еткеннен кейін құлақ қағылады, Субханака дұғасы оқылады, сәна дұғасы. Содан кейін бар Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар деп 3 рет құлақ қағылып, сосын қол байланып, Фатиха сүресі оқылады, Зәм сүресі оқылады. Содан кейін бар рүку, сәжде, қайтадан тұрып, Фатиха сүресі оқылады, Зәм сүресі оқылады. Содан кейін тағы да Аллаху Акбар деп құлақ қағылады. Сол кезде рукуға кетіп қалмаңыздар. Екінші рәкатта Аллаху Акбар деп 3 рет құлақ қағылып, 4-ші тәкбірде рукуға барамыз, ары қарай сәжде, сөйтіп 2 рәкат намазымыз оқылған болып есептеледі. Құдай Таала баршамыздың ниет тілегімізді қабыл етсін. Енді мына балалар намаз ақысы деген бар, қазақта баршаларыңыз білесіздер. Сол жай намазы бір жүргізіп шықсын, өздеріңіз ниет еткен ниеттеріңізді білдіріп жіберіңіздер. Содан кейін Құдай қаласа намазымызды бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Ас-садақату турадул бала ва тазидул умр" дейді. Садақа алдыда келе жатқан бәле жаланы жойып, адамның ғұмыр жасын ұзартады дейді. Мінекей. Сол себепті қазақта айтады: "Садақаны сауыңда бер" дейді. Барынша мүмкіндігіңіз болса, беріңіздер, бермеңіздер болса, өтіп кете беріңіздер. Өздері ниет еткен кісілер болса, жай намазға салып. Құдай Таала баршамыздың ниет тілегімізді, шалып атқан құрбандықтарымызды, жасап атқан ниет тілектерімізді қабыл етіп, келесі құрбан айтқа отбасымызбен, ел халқымызбен, жамағатымызбен жетуді Алла Таала нәсіп етсін.